Арма көрермен ұрпағыны медиа апта 174 өз жұмысын бастайды. Осы аптада келіп түскен жаңалықтар легімен таныстыратын мен Абдрахман Қайрат. Оқу ағарту министрлігінің бастамасымен енді әр сейсенбі сабақ басталар алдында 3 минут мектеп оқушылары серікту жаттығуын жасайды. Бұл бастаманы мектебіміздің оқушылары да белсене қолдады. Қыркүйек айының 2-ші жексенбісі отбасы күні. Айтулы күнге орай мектебімізде бірқатар іс-шаралар ұйымдастырылды. Толығырақ Мейірлі Қайсар қызының сюжетінде. Отбасы күні. Дәл сол отбасы күніне арнап мектебімізде ерекше челлендж өтуде. Дәл қазір менің жанымда мектебіміздің белсенді оқушысы Мөлдір. Сәлем Мөлдір, бұл челленджге қатысудағы мақсаттарың неде, құндылықтары қандай? Бұл челленджге қатысып жатқан себебіміз отбасы біздің өміріміздегі маңызды адамдар болғандықтан біз бұл челленджге қатысамыз деп шештік. Және құндылықтарға келетін болсақ, отбасыны қадірлеу, құрметтеу. Отбасы күні ата-ана мейірімі мен балаға деген махаббатты, бауырлар арасындағы сыйластықты дәріптейтін ерекше күн. Мектебімізде де аталмыш мерекеге орай түрлі шаралар ұйымдастырылды. Челлендж аясында оқушылар отбасылық құндылықтарды дәріптейтін видеолар түсіріп, осындай көрме ұйымдастырды. Отбасы құндылықтарын мектепте дәріптеу аса маңызды дейді тәжірибелі ұстаз. Ең бірінші ана мен әкенің бір-біріне сыйластығы. Оны көріп өскен ұл мен қыздан ешқандай жаман ойдан бәрінен аулақ болады деп ойлаймын. Екіншіден отбасылық құндылық үлкенді сыйлау, кішіге ізет деген құрметтен басталады. Мен өз басым отбасылық құндылықтарды осылай түсінемін. Бізде қазақта сөз бар ғой, ұядан не көрсең, ұшқанда соны ілесің деп, иә. Сондықтан үйде отбасында қандай тәрбие көрсетіп отырса, ата-анасы, ол бала мектепке келгенде де сол тәртіп тәрбиені көрсетеді ғой деп ойлаймын. Ендеше оқушының отбасын сыйлауы мектепке деген құрметті, мұғалімге деген құрметті арттырады деп ойлаймын. Отбасы күні елдің берекесін арттырып, әр шаңыраққа шаттық сыйлайтын мереке. Мейірлі Қайсар қызы, Абдрахман Қайрат, апта 74 ұрпағыны медиа. Лингвистикалық дебат ұйымдастырылды. Пікірталасқа тілшіміз Ерсұлтан Тоқанда қатысып қайтты. Жоспар бойынша бүгін 10 және 11 сынып оқушылары арасында лингвистикалық дебат өтті. Бүгінгі таңда тіл тағдырын ел тағдыры деп түсініп, тілдің қоғам өміріндегі қолданысына, оның бүгінгі мен болашағына толғанатын біздің тіл жанашырларының тіл мәселесіне ерекше назар аударып отырғанымыз анық. Тілді тіл ғылымы мен әдебиеттің нысан етумен ғана шектелмей, бүкіл қазақ елінің ұлттық сұранысы мен мемлекеттік мәртебесіне айналдыру қашанда өзекті мәселе. 5 қыркүйек мынау тіл мерекесі ғой, сол тіл мерекесі аясында біздің қазақ тілі мен әдебиеті кафедрасы арымда ардағымда қазақ тілім атты осындай апталық аясында өткізіліп жатқан іс-шара, дебат бар, эссе бар, әртүрлі конкурстар бар. Сонымен қатар жаңағы әртүрлі сайыстар бар тіл туралы. Балаларға ұлттық, ұлтжандылық, патриоттық тақырыпта жаңағы сезімдерін ұялату мақсатында көптеген жұмыс жасап жатырмыз. Онда балаларды осы мына қоғамдық әлеуметтік өзгерісте, саяси өзгерісте тілдің жалпы өзіндік рөлі қандай, тілдің даму функциясында қандай факторлар әсер етеді. Бүгінгі күні балалар таза қазақша сөйлеп жүрме, мемлекеттік тілді қадірлей алама, жалпы бүгінгі тіл мәселесінің көкейкесті өзінің бір проблемалар бар ғой. Сол проблемаларды сезініп, болашақта оның жауабын табуға талпынып жүрген осындай жас жеткіншек өскелең ұрпақтардың басын қосып, ой өсіру жаңағы. Өздерінің тұшымды ойларын тыңдау, балалардың бір позициясын тыңдау мақсатында осы тілдің мәселесін шешу. Бүгінгі лингвистикалық дебат өте жоғары сатыда біз дайындалдық. Біздің тобымыздың аты Жас қыран, және біздің ұранымыз Жас қыран биіктей самғау. Бұл дебатта біз әрқашанда бірінші орын алуға жеңістікпен жетеміз деген ойдамыз. Және әрқашанда Жас қыран тобы биіктікте самғайды. Тілімізді дамытуға үлкен үлесімізді қосу керекпіз. Бұл тілді, қазақ тілімізді, ана тілімізді халықаралық тілге орнатып, Біріккен ұлттар ұйымының 7-ші ресми тіліне қосу керекпіз. Алдағы уақытта енді қазір білмейміз, алдағы уақытта бір тіл клубын ашу ойымызда бар. Тілді құрметтеу бізге парыз, ал мұндай іс-шаралар оған деген махаббатымызды арттыра түсері анық. Ерсұлтан Тоқан, Абдрахман Қайрат, ұрпағыны медиа, апта 174.
Қос ішектің бірін қатты, бірін сәл-пәл кембіра. Нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра. Мектебіміздегі жас дарындар домбырада еркін ойнайды. Домбыра үйірмесінің сабағына тілшіміз Забира Якупта қатысты. Бос уақытты тиімді үйлестіру әрбір оқушының тұлғалық дамуына ықпал ететін маңызды мәселе. Мектеп қабырғасындағы түрлі үйірмелер балалардың қызығушылығын арттырып қана қоймай, олардың жаңа қабілеттерін ашуға жол ашады. Бұл үйірмеде оқушылар тек күй үйреніп қана қоймай, қазақ халқының бай мәдениетімен танысады. Осы орайда біз 30 жылдық еңбек өтілі бар тәжірибелі мұғалім Аида Керімбайқызымен сұхбат құрдық. Біз қазір мектебіміздегі домбыра үйірмесіне келіп отырмыз. Енді осы домбыра жайлы өзіңіз бір мәліметтер айтсаңыз. Енді домбыра туралы айтатын болсам, қазір қазақтың әр баласы тәуба деуге болады. Қазір домбыраға өте құштар, кішкентай балардың өзі домбыраға әуестіктері артып, ортамыз көбейіп жатыр. Домбыра деген енді қазақтың ұлы аспабы ғой. Әр бала ойнау керек деп түсінемін. Домбыра ұстамаған балалар өте көп, әрине. Солардың бәрін бастап қалай отыру керек, қалыптастырып домбыраны қағыстарды меңгертіп дегендей. Бұл домбыраның нюанстары өте көп. Келе салып отыра салып ойнап кету емес, оны қалай отыру керек, постановка дейді, музыка тілінде айтқанда. Баланың екі қолының қойылымы, қалай отыру керек, қалай тарту керек, қағыстарды меңгеру деген сияқты. Ондай тәсілдер өте көп. Болашақта осы мектептен жақсы лауреаттар шығарамыз деген ойдамыз. Бұл Әлинұр Мұратқали, 6-шы сынып оқушысы. Ол осы үйірменің арқасында бірқатар байқаулардың жүлдегері атанып үлгерген. Мен домбыра ойнағанда патриоттық сезім оянады. Мен домбыраны ойнауды жақсы көремін. Осы мектепте үйірме домбырасы бар екен. Жарыстарға қатысты ма? Иә. Осындай домбырада нешінші орынға алдыңыз? Бірінші орын. Адай балбырауын, ертұран, ерке сылқым, келіншек, тағы да басқалар. Қанша жылдан бері осы домбыраға айналысасыз? Осы домбыраны бір жылдан асты уақыт қатысым. Қандай сезімде болмаса ойнаған кезде? Домбыраны ойнағанда күшті сезіндім. Бос уақытты үйлестіре білу әр баланың өмірлік дағдысы. Ал мектептегі үйірмелер, соның ішінде домбыра үйірмесі, оқушылардың жан-жақты дамуына үлкен мүмкіндік беріп отыр. Забира Якуп, Абдрахман Қайрат, Ұрпақ үні, медиа. Алматыдағы мемлекеттік қуыршақ театрына биыл 90 жыл. Мерейтойлы маусымашарға біз де қатысып қайттық. Әрбір ұлттың рухани болмысын айшықтайтын өнер түрлері бар. Қазақ өнерінің тарихында қуыршақ театрының орны ерекше. Биыл еліміздің тұңғыш қуыршақ театры өзінің 90-шы маусымын ашып отыр. Жаңағы 35 жылы Темірбек Қаралы Жүргенов негізін қалаған театр бүгін 90-шы мерейлі маусымын ашып жатыр. Соған қош келдіңіздер. Және біздің алдағы осы маусымға жоспарлаған істеріміз көп. Оның осы келесі қазан айының 10-ы негізі театрның туған күні, сол күні 90 жыл болады. Сол күні жылда өзіміз өткізіп жатқан биыл 3-ші мәрте өткіземіз. Халықаралық Алматы Папет фестивалі, халықаралық қуыршақ театрлар фестивалі өз бастауын алады. 5 күн жалғасатын. Одан қазір Бердібек Соқпақов 125 жылдығына арналып менің атым Қожа сол кісінің повесін қойылымын қойып жатырмыз. Ар жағы енді құпия бола тұрсын. Бәрін сіздерді әрқашан жаңа премьераларымызға шақырып бөлісіп отырамыз жаңалықтарымызбен. Балалық шақтың балдәмін сездіріп, ұлттық дәстүрді сахна тілімен сөйлеткен өнер ордасы көрерменге жаңа маусымның алғашқы сыйын ұсынды. Театр сахнасында қазақ қуыршақ өнерінің мәнін айшықтайтын ортеке спектаклінің премьерасы өтті. Маусымашар аясында Қуыршақ театрының 90 жылдық мерейтойына арналған «Тамыры терең театр 90 жылдың ізімен» атты кітабының тұсаукесері болды. Сонымен қатар театр тарихынан сыр шертетін арнайы мұражай да есігін ашты. Біздің 90 жылдық тарихта үлкен кезеңдерді бастан өткізген театр үшін тарихи жәдігерлер қойылған.
мекен. Бұл мекенде көптеген тарихи қуыршақтар, құнды жәдігерлер сақталған. Оның бірі 40 жылдық тарихқа ие театрдың алтын коллекциясына айналған Қамбақ шалы спектаклі. Жұлдызды қуыршақтар, қуыршақ думан, мен де бойла сияқты қойылымдардың кейіпкерлері Димаш Құдайберген, қазіргі біздің жұлдызды қуыршағымыз, Роза Рымбаева, Роза Бағланова, Мұқағали Мақатаев, Фаруқ Закиров сынды жұлдызды қуыршақтар бар. Театрдың бойтұмарына айналған Қуыршақ думан спектаклінің кейіпкерлері бар. Жалпы 1935 жылдан қазіргі уақытқа дейінгі қамтылған құнды жәдігерлер сақталған. Мынау өнер деген өте керемет қой. Иә, баланы анамен, отбасымен, иә, тарихпен байланыстырады деп айтып жатыр тұңғышбай ағаларымыз. Соның барлығы бүгінгі қойылымда бәрі соны дәлелдеп берді. Сондықтан 90 маусымы, 90 жылдық маусымы ашылған музейдің болашағы жарқын болып, иә, шығарылып жатқан осы қуыршақ театрының тарихын зерттеп шығарып жатқан мынау тарихта қалатын кітаптың өзінің, иә, құндылығы керемет. Сондықтан біз айтамыз, болашақта осы қуыршақ театрына көп көңіл бөлініп, иә, мемлекетімізден үлкен демеу болсын деп ойлаймыз біз. Сондықтан тек қана қуаныштымыз, өте әсерлі өтті. 90 жылдық тарихы бар қуыршақ театры қазақ өнерінің мақтанышы. Ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан бұл сахна өнері әлі де талай көрерменге қуаныш сыйлай бермек. Әбдірахман Қайрат, Ұрпақ үні медиа, апта 174. Сіздермен бірге болған Ұрпақ үні медиа, апта 174. Амандықта жүздескенше.